Саламатсыздар ма? Оқушылар отырыңдар. Қыздар, жігіттер, бүгінгі сабағымыз басқа сабақтарға қарағанда ешқандай ерекшелік жоқ. Тек қана сырттан қонақтар қатысып отыр, болды. Ол қонақтарды осы сендер мектепте ашық сабақ өтесіңдер ғой, біздің мектептің мұғалімдері деп есептей беріңдер. Ол да басқа мектептің қарапайым мұғалімдері өзіміз сияқты. Олардың да бастарында шаштары бар, көздері бар, мұрындары бар, ауыздары бар, аяқ қолдары бар. Оларға да сөйлесеңдер, олар да сөйлейді, сендерге жауап береді. Сендерге сөйлесе, сендер де жауап бересіңдер, дұрыс сол сияқты. Мақұл, ары қарай. Алдыңғы сабақта біз қыздар жігіттер логикалық амалдар деген тақырып өткен болатынбыз. Естеріңде бар ма? Қошын ма? Ал онда тексеріп көрейік. Қанша еді олар барлығы? Қандай? Біріншісі конъюнкция, негізгі атауы конъюнкция. Қазақша атауы және алгебралық атауы логикалық көбейту. Белгіленуі үйдің кришасы қоя, мақұл, ол болса ол болсын. Екінші логикалық амалымыз атауы дедукция. Қазақша атауы алгебралық атауы белгіленуі ағылшынша атауы ше немесе ор. Және тағы да үшінші амалымыз біздің инверсия. Қазақша атауы емес, логикалық атауы терістеу. Енді бұдан бөлек алдыңғы сабақта сіздерге тағы да екі амал бар деген, ол мектеп курсында өтілмейді. Есіңізге әшейін түсіріп жіберейікші, естеріңде бар ма жоқ па енді тексере салайыншы. Біріншісі. Төртінші амалымыз қандай деп едің алдыңғы сабақта? Импликация болған. Кітапта жоқ, сіздерме ақ қойды. Бесіншісі тек сонда ғана дегенбіз. Тек сонда ғана атауы. Эквиваленция туралы қыздар жігіттер. Мақұл, мынандай бізге логикалық амал берілсін. Мынандай бір логикалық өрнек деп айтайықшы оны. Қанша пікір көріп тұрсыңдар? Қанша пікір бар? 3 пікір болады қыздар жігіттер. Олай болса, бүгінгі сабағымыздың тақырыбы біздің дәптерімізді ашып қоямыз, және жазып қоямыз. Ақиқат кестесін толтыру. Ақиқат кестесіне байланысты біз өрнектер мен логикалық амалдармен танысу барысында алдыңғы сабақта кішкентай кестелер жасағанбыз. Естеріңде бар ғой? Мысалдар ретінде. Мынандай логикалық өрнек берілсін. Мынаны біз логикалық өрнектер. Амалдар саны пікірлер санына байланысты болады. Осыны ұмытпаймыз. Бізде пікірлер саны қанша еді? 3. Яғни оны n деп аламыз. n 3-ке тең қыздар жігіттер. Олай болса, ақиқат кестесінде қолданылатын пікірлер саны 2-нің n дәрежесіне тең болады. Яғни 3, 2-нің 3 дәрежесі қаншаға тең? 8. Олай болса, ақиқат кестесінде қатарлар саны, немесе орындалатын әрекеттер саны 3 болады деп айтамыз. Енді 8-ді санау жүйесі мен 2-лік санау жүйесінің сәйкестік кестесі бар. Естеріңе түсіріп жіберіңдерші. Қандай сандармен басталады дегеніміз толтыратын кезде. Нөлдермен басталады дедік. Қандай сандармен бітеді дедік? Осыны басшылық қаламыз. Кеттік. 110 емес, 101 болады екен. 110, ендік сан 110. Және ең соңғы сан 111. Мына жерге бүйтіп қояйын. Қысылып қалды кішкене. Енді санайықшы. 8 дедік па? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 қатар 8 рет орындалатын әрекеттер. Түсінікті ма? Бізге түсінікті болу үшін тағы да мен былай қарай сызып қояйын. Мынандай логикалық өрнек берді дедік бағана. Қай амалды бірінші орындаймыз, қай амалды екінші орындаймыз, қай амалды үшінші орындаймыз, қыздар жігіттер. Қарап жүріңдерші. Қай амалды бірінші орындаймыз, мына өрнекте. Енді математикалық өрнек беріледі ғой сендерге. Сол кезде қайсысын бірінші орындайсыздар? Егер мынандай өрнек берілсе. Так, А b квадрат қосу с болса, қайсысын бірінші орындайсыңдар?
Дәлірек b квадраттың ішін мына квадраттап аламыз. Бұны инверсия деп қабылдасақ болады. Түсінікті ма? Квадратты инверсия деп қабылдаймыз. Одан кейін көбейтуді. Біздің логикада не деп қарастырамыз оны? Конъюнкция, яғни конъюнкцияны екінші орында аламыз. Және үшінші дизъюнкция мынау қосылу, дұрыс па? Одан кейін барып бәрін бірге орындаймыз. Мына түсінікті болды ма? Ал кеттік, өрнекке келейік. Қайсысы? Қанша жақша бар бізде мына жақта? Қатысы бар ма? Ана жақшаны бірінші орындау керек, мына жақшаны екінші орындау керек деген. Қатысы жоқ. Сонда мына бірінші тұрған жақшаны орындай берейік пока. Ал кеттік. Екі өрнекті ғана аламыз, қыздар жігіттер. Кешегі сабақ бар емес па? Логикалық амалдар деген тақырып. Соны еске түсіреміз. Екі пікірдің екеуі де кім еді жаңа айтқысы келді? Ислам, сен айтқың келді ме? Шұғыла. Екі пікірдің екеуі де жалған болса, онда ақиқат болса, онда дизъюнкция конъюнкция ақиқат болады. Егер екеуі де ақиқат болса деп өзің айттың. Қандай жағдайларда жалған болады? Біреуі жалған болса, онда конъюнкция жалған болады. Екеуі жалған болса ше? Ол жағдайда да жалған болады. Бірінші жақшаны орындап жатырмыз, қыздар жігіттер. Мына екі пікірді аламын. Көмектесеміз. Енді мына жақшаға келеміз, қыздар жігіттер. Бұмен сын аламыз. Ой, бір деп атып, мына жерде түсіндір жіберіңдерші маған. Не үшін бір болды? Мына жақтан 0 болып кетті ғой маған. Енді. 0. Екі жақшаны бөлек орындап алдық па? Әзірге мына жақшаға жеткен жоқпыз, қыздар жігіттер. Мынау жайлы пока қоя тұрсақ болады. Өйткені мына жақта жақшада мысалда жақша жоқ тұғын. Мына өрнекте бізде жақшалар бар. Екі жақшаны орындап алдық. Мына жақшаға қатысы жоқ бір амал бар тағда. Қосамыз. Аты қандай еді? Дұрыс айтасың, қосамыз. Мен соны мына жаққа бүйтіп жаза салайын мен бүйтіп. Мына екеуін қосамыз деген сөз, дұрыс па? Ал кеттік. 0 ма 1 ма? Не үшін 0? Не үшін 1? Түсіндіріп беріңдер маған. Қосамыз, қосып қоса 1 болады, е? Ережесі қандай еді бұның? Ережесі қандай еді? Ең болмағанда бір ақиқат болса, ең болмағанда бір болса. Болды, қыздар жігіттер, мына жерге дейін орындап біттік. Енді мына жақшаға келіп, енді мынаны еске салайын енді. Қайсысы бірінші орындалады? Жақшаның үшін орындаймыз ғой, бірақ қайсысы? Инверсиялап аламыз, аны терістеп аламыз. Яғни А бізде былай берілсе, соны керісінше жазып деген сөз. Көмектесеміз? Дұрыс жаздың ба? Одан кейін не істейміз? С-ға қосамыз. Жетіп жазып салайыншы қысқа. Бақ, толық жазайыншы түсінікті болсын. Қайсы екі бағанды аламын? Соны айтып жүріңдерші, мен түсінбей тұрмын. Теріс амен. Теріс амен, мынаны сосын? Соны, мына екеуін аламын. Ал кет. Бір ма? Міне тұр, көріңдер ма? Жақшаның іші бітті. Енді ең соңғы бізде орындалатын F деп жазсақ та болады. Мен ана жерге әдейі жазбай кеттім. Немесе бірдеңнен көбейтуде жазсақ та болады былай. Бұл ең соңғы орындалатын әрекет. Түсінікті ма? Сонда қайсысын аламыз? Қай екі бағанды аламыз мына жерде? Терістен жазып. Мынаны сосын анау. Қайсына? Анау ма? Мынаны. Ал кет. 1 0. Дұрыс алдың ба? 1 2 3 4 5 6 7 мынау қатып кетті ау деймін. Ал қыздар жігіттер,
Қазір біз ақиқат кестесін бірге толтырдық. Алдыңғы сабақта логикалық амалдарды білу керек. Өз бар жоқ үшеуі өте оңай. Сонда мына жерде компьютер, мына жерде екіге назар аударыңдаршы, мына екі деген не деген сөз? Не қатысы бар біздің пәнімізге? Екі деген сан біздің пәнімізге не қатысы бар? Соны айтып беріңдерші. Постоянно айтылады. Иә, ол не үшін ол? 1 және 0 деген сандар не үшін? Свет жүргізу үшін ғой келеді. Иә, компьютердің тілі ол екілік код, қыздар жігіттер. 0 және 1 деген сандарды ғана түсінеді. Мен пернетақтадан А деген әріпті енгіздім ба? Ол қанша бит тағайындайды маған? 8 бит тағайындайды. Сол 8 бит мынандай 0 мен 1-лерден тұрады. Түсінікті ма? Ал енді ақиқат кестесінің қандай қатысы бар компьютерге дейтін болсақ, микропроцессор осындай майда ящықтардан тұрады. Мысалы 3 гигагерц процессор. Қуаттылығы 3 гигагерц болса, жиілігі. Қанша операция орындалады деп айтамыз? 3 миллиардтай операция орындаса, значит 3 миллиард мынандай ящық бар деген сөз. Түсінікті ма? Сонда мен А деген әріпті енгіздім ба клавиатурадан, ол маған 8 бит тағайындады ма? Ол 3 миллиардтан 8 операцияны алып тастаған кезде 2 миллиард 900 миллион 900 мың 998 92 қалады ең соңында. Түсініп тұрсыздар ғой мен айтып тұрғаным. Сонда кестені біз никак толтыра алмаймыз. Процессор бізде мощный болса, қазіргі бұл средний әшейін 3 гигагерц деген. 4 гигагерцтер бар, одан да жоғарылар бар. 16 ядролық дегендер де бар, қыздар жігіттер, осында басын назарға алуымыз керек болады, 8-ші класста өтілген. Сонда мына кестедегі ящықтар саны толатын болса, компьютер уже жайлап записать ете бастайды. Түсінікті ма? Мынау әшейін қарапайым бір мысалы мынау. Біз кестені никак толтыра алмаймыз. Яғни процессорды никак толтыра алмаймыз. Ол бір терезе емес, бірнеше терезе, 10 терезе. Егер компьютердің кестесінің ящықтар саны, яғни памяті жетіп тұрса деп айтамыз. 20 программаға дейін ашып жұмыс жасай беруімізге болады, қыздар. Енді қазір сендер не істейсіңдер? Сендер қазір мастер 31-ді ашасыңдар, қыздар жігіттер. Мастер 31-ді ашқаннан кейін учебники ИКТ деген папка бар еді, ол естеріңе түсіріңдерші. Сол папканың ішінде 10-ші сынып ақиқат кестесін құру деген файл бар. Файлды ашамыз, кітапты басшылыққа аламыз, дәптерге тақырыпты жазып қойдық па? Ережені жазамыз, мына тапсырманы орындаймыз. Мынау қандай белгі ғой? Мен мына белгі жайлы айтқан жоқ сияқты едім. Және ұмытпаймыз, иә, мынау ағылшын тіліндегі Head and Shoulders'тың рекламалары ғой, сонда end деген сөз ғой. End деген бізде логикада және деген. Охо, мынау ше, қалай ойлайсыздар? Мына барлығын орындаймыз, қосымша сұрақтар қойылуы мүмкін. Түсінікті ма? Бастай берсек болады жұмыс. Компьютерге отырамыз. Сұрақтарым болса қолды көтереміз, қастарыңа жақындап барамыз.